Taqımız bala. Taqsırma. Сендерге осындай сұрақ. Егер сен тұрған жерде тазалығын немқұрайлы қарайтын адамдарды көрсең, не істедің? Не істедің? Айта ғой, айта. Келесі. Келесі аудандағы көмекке мұқтаж адамдарға қалай жәрдем қылар едіңдер? Көркем жауап береді. Әр адамның жерінде ең жақсы туған жерді біздің ауданның мақтанышы деген тақырып сіздерге беріледі. Одан кейін екінші топқа. Мен туған жерімді қалай жақсы көремін деген тақырыпта салынған сурет. Бұл жерде біз түрлі үйлер мен бәйтеректі салдық. Және гүлдер мен бұлттарды салдық. Өте тамаша, жарайды жаз. Бастай ғой, өзінің тақырыптарының қандай аты? Өте тамаша, керемет, жарайсыңдар. Аида, сөйлейді, ал өзінің тақырыптары қандай? Ресурсы шамалған мектебіндегі кезек пәтерлешті салдық. Өте тамаша. Отбасындағы сыйластық қандай іс-әрекеттен көрінеді? Жауап бере аласыз? Папа, мама, старший брат, младший брат, младшая сестра и еще младшая сестра. Өте жақсы. Сонымен үшінші тобы, ал дайындалды болады? Ал стандарт тобы. Біздің отбасымызда жетеміз. Жақсы, атап өтсек? Әкем, анам, екі қыздым. Өте тамаша. Бізге қайтадан Ол жесін ситуациялық сұрақ. Оқимыз ба, жауабын айтамыз? Айтуға алшы. Топтық жұмыс жалпы балалар қандай есіңдер болады? Изатол? Қандай сұрақ көкем? Изатол. Үшінші тобымызға сұрақ. Балалар күндізгі сен анаммен бірге келе жатырсың. Бағдаршам қызыл түске көрсетіп тұр. Не істейсің? Кім жауап береді? Ал жауап береді, бағдаршам. Қызыл түстің жасын осыған өтеміз. Балалар, келесі сұрақ сіздерге осындай. Отбасы сыйластық пен сүйіспеншіліктің мекені. Ал сыртта жүргенде бір-бірімізді қорғаудың ең басты жолы жолда жүру ережесін сақтау. Ал сіздер жол ережесін қалай сақтайсыздар? Айна жауап береді. Бағдаршамның қай тұсына өтуі? Өте тамаша. Сосын тағы да қай жерде өтуге болады? Жолдың қалаған жерде өту керекпіз ба? Пешеход, зебра деп атай бере оны бала. Өте тамаша жақсыңыздар. Кейде бізді бейтаныс адамдар тоқтарды сөйлескісі келеді, бірақ олардың бәрі сенімді бола бермейді. Сондықтан қауіпті сигналдарды білуіміз керек. Сыйлық ұсыну, тәтті беру, көмекке шақыру. Ол не екен балалар? Бейтаныс адам болса қауіпті, иә? Жол көрсетуді сұрау. Қауіпті ма? Қауіпті болуы мүмкін, иә? Ата-ана жіберді деп алдауы мүмкін, иә? Қауіпті. Қолынан ұстап алып кетуі мүмкін екен, иә? Бейтаныс адамдар. Сонымен қатар, сендерден жеке ақпаратты сұрауды, ода қауіпті айтпау керексіңдер. Жол сілтеп жіберші дегендей сияқты айтуда мүмкін. Жалпы сендер бейтаныс адам егер де сендерден осындай сұрақтар қойып тәттісін ұсынса, жоқ бір жол ар жақ мектеп қай жерде екенін көрсетіп жіберші деген сияқты айтса, ол сіздер үшін қауіп сигналы болсын, иә? Ондай адамдарға жолдың қажеті жоқ. Ол сіздерге қауіпті болады. Сондықтан да сондай істерден аулақ болыңыздар, иә? Байқаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге балалар үй тапсырмасы.
үй тапсырмасынан эссе жазып десе, және сіздердің тақырыбыңыз осындай болады. Мен бейтаныс адамнан қалай қорғанамын деген тақырыпқа эссе жазып келіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.